Сәлем достар, бұл Қазақ Story Time, біз бастаймыз. Ауған жолбарысы, кек пен әділет. Бір бөлім, бұзылған тыныштық және оянған жыртқыш. Шаңды қаланың шетіндегі тыныштық. Кабулдың шетіндегі тау етегінде орналасқан шағын ауылды кешкі күннің қызыл шапағаты нұрландырып тұрды. Ауада ыстық құмның, тандыр нанның және қой жүннің иісі араласып кеткен. Бұл жердегі адамдар қарапайым, бірақ ауыр еңбекпен өмір сүретін. Солардың бірі Тарик еді. Тарик 30-ға жаңа толған, кең иықты, қап-қара сақалы мен шүңірек, бірақ отты көздері бар жігіт. Сырттай қарағанда ол базарда жүк тасып, ағаш ұстасы болып істейтін қарапайым жұмысшы. Алайда оның қолдарындағы терең тыртықтар мен көзқарасындағы сабырлы суықтық оның өткені жайлы басқа сыр шертетін. Тарик Ауғанстанның бұрынғы элиталық арнайы жасағының, командос, ең мықты офицерлерінің бірі, ауған жолбарысы деген лақапатпен танылған жауынгер еді. Соғыс пен қантөгістен шаршаған ол қаруын біржола тастап бейбіт өмірге көшкеніне 3 жыл болған. Оның бұл өмірдегі жалғыз жұбанышы, жалғыз байлығы 18 жасар қарындасы Ләйла еді. Олар ата-анасынан ерте айырылған. Ләйла өте ақылды, кітап оқығанды жақсы көретін, дәрігер болуды армандайтын қыз. Тарик қарындасының оқу үшін таңнан кешке дейін тер төгіп еңбек ететін. Үзілген үміт, босағадағы қан ізі. Сол күні Тарик базардағы жұмысынан әдеттегіден кеш қайтты. Қолында Ләйла жақсы көретін тәтті нан мен жаңа кітап бар. Ол ауласына жақындағанда жүрегі кенеттен бірдеңені сезгендей кеудесіне сыймай дүрсілдеп кетті. Олардың ескі ағаш қақпасы топсасынан жұлынып жерде жатыр еді. Ләйла, деп айқайлады Тарик, қолындағы затын тастай салып ішке қарай жүгіріп. Үйдің іші астан-кестең болған. Үстел аударылған, Ләйланың кітаптары еденде шашылып жатыр. Ең қорқыныштысы, босағадағы кілемнің үстінде қан тамшылармен жұлынған орамалдың жыртығы жатты. Ол бөлменің ішін тінтіп шықты, бірақ қарындасы жоқ. Бөлмеде тек жат адамдардың арзан темекі мен оқ-дәрінің иісі ғана қалған. Тарик сыртқа атып шығып көршісі кәрі шалдың жағасына жармасты. Кім? Менің үйіме кім кірді? Сөйле, деп ақырды ол, көздері қанталап. Көрші шал қорқыныштан қалтырап әрең тіл қатты. Тарик, балам, кешір бізді, біз ештеңе істей алмадық. Олар қарулы болды. 3 қара джиппен келді. Бұл Залмайдың адамдары. Олар Ләйләні күшпен көлікке басып алып кетті. Ол қатты қарсыласты, бірақ олар оны ұрып есінен таңдырды. Тариктің аяғының астындағы жер қақ айырылғандай болды. Залмай Кабул маңындағы ең қатыгез, ешкімге бағынбайтын қылмыстық синдикаттың басшысы. Ол адам ұрлаумен, қару сатумен және жас қыздарды шекара асырып, құлдыққа сатумен айналысатын нағыз құбыжық еді. Полицияның өзі оған жолауға қорқатын, себебі оның артында үлкен күштер тұрған. Заңның дәрменсіздігі. Тарик алдымен полиция бөлімшесіне барды. Бәлкім заң көмектесер деген соңғы үміті бар еді. Ол полиция бастығының кабинетіне кіріп, мән-жайды айтты. Полиция бастығы көзін әрі-бері жүгіртіп терлеп кетті. Тарик, сен жақсы жігітсің. Бірақ Залмай. Оның адамдары өте көп. Біз қазір ештеңе істей алмаймыз. Оның үстіне, сенің қарындасың шекараға қарай кетіп қалған болуы да мүмкін. Сабыр сақта, біз іздеу жариялаймыз, деді ол жалған жанашырлықпен. Тарик бастықтың үстеліндегі жаңа қымбат сағатты және оның көзіндегі үрей мен сатқындықты көрді. Бұл жердегілер Залмайдан пара алатыны анық еді. Ол ештеңе демеді. Оның ішіндегі соңғы 3 жыл бойы ұйықтап жатқан бейбіт адам сол кабинетте өліп қалды. Оның орнына соғыс даласында жауларын қан қақсатқан, ештеңеден қайтпайтын жыртқыш оянды. Мен түсіндім, деді Тарик мұздай суық дауыспен. Егер заң оларды жазалай алмаса, оларды менің заңым жазалайды. Қабырға астындағы құпия, жолбарыстың қайта оралуы. Түн жарымы. Тарик өзінің қираған үйіне қайтып келді. Ол едендегі кілемді жинап, астындағы ағаш тақтайларды жұлып алды. Оның астында үлкен темір сандық жатыр еді. Бұл сандықты ол 3 жыл бұрын енді ешқашан ашпаймын деп құлыптап көміп тастаған болатын. Құлыпты бұзып ашқанда бөлмеге машина майы мен темірдің иісі таралды.
Сандықтың ішінде оның арнайы жасақтағы киімдері, кевлар бронежилеті, қара тактикалық бетпердесі, оптикалық көздеуші бар, 4-1 автоматы, дыбыс бәсеңдеткіші бар, 2 глок тапаншасы және арнайы әскери пышағы, керамбит, жатыр еді. Ол киімдерін ауыстырып, қару-жарағын асынғанда, айнадағы бейнеге өзі де бір сәт қарап қалды. Бұл базардағы ағаш ұстасы Тарик емес, бұл ажалдың өзі еді. Ол қарындасының шашылып жатқан кітабын жерден алып, сүйді де, жүрегінің тұсына салып қойды. Ләйлә, шыда. Аған келе жатыр деп сыбырлады ол қараңғылыққа. Алғашқы қан, шайханадағы. Тарик Залмайдың қайда екенін бірден біле алмайтынын түсінді. Оған ақпарат керек. Ол қаланың ең лас, қылмыскерлер жиналатын ескі шайханасына бет алды. Ол жерде Залмайдың ұсақ баукеспелерінің бірі Фарид деген есірткі сатушы жүретінін білетін. Шайханаға кіріп келген Тариктің түрін көргенде адамдар шетке ығысып кетті. Оның үстіндегі ұзын плашының астынан тактикалық киімдері көрініп тұр еді. Бұрышта кальян шегіп отырған Фарид Тарикті көріп, орнынан атып тұрып, артқы есікке қарай жүгірді. Бірақ жолбарыстың қимылы тым жылдам еді. Тарик оны артқы аулада қуып жетіп, ескі кірпіш қабырғаға бар күшімен соқты. Фаридтің мұрны бұзылып қанға боялды. Ол қалтасынан пышақ суырмақ болғанда, Тарик оның қолын бұрап сындырып жіберді. Фарид жан ұшыра бақырып жіберді. Менің қарындасым қайда, оңбаған? Деп ақырды Тарик, Фаридті тамағынан қысып. Мен білмеймін. Жібер мені. Залмай сенің теріңді тірідей сыпырады. Деп ырылдады Фарид қанға қақалып. Тарик тактикалық пышағын суырып алып, Фаридтің сау қолының алақанына қадап, қабырғаға шегелеп тастады. Фаридтің көздері шарасынан шығып кете жаздады. Бұл әдеттегі ұрып-соғу емес, бұл кәсіби жауынгердің аяусыз жазасы еді. Мен екінші рет сұрамаймын. Үшінші рет сұрағанда сенің тілің болмайды. Ләйлә қайда? Фарид ауырсынуға шыдамай, еңіреп жылап жіберді. Олар қызды ескі Тасқалақ маңындағы транзиттік қоймаға апарды. Ертең таңертең оны шекарадан асырып, Пәкістанға сатпақшы. Сол жерде Залмайдың оң қолы Басир деген қаншер бар. Ол жерді 20 қарулы адам күзетеді. Өтінемін. Өлтірме мені. Тарик пышақты жұлып алып, Фаридтің басынан қарудың дүмімен ұрып, есінен таңдырды. Ол керек ақпаратын алды. Ескі Тасқалақ қаладан 20 шақырым жердегі бұрынғы зауыттың орны. Тарик қараңғы түннің ішіне сіңіп кетті. Оның жүрегінде қорқыныш жоқ, тек мұздай кек қана бар еді. Залмай мен оның адамдары қандай қателік жасағандарын ертең таңертең түсінетін болады. Бірақ ол кезде олар үшін тым кеш еді. Өйткені ауған жолбарысы аңшылыққа шықты. Ауған жолбарысы, кек пен әділет. 2 бөлім. Қараңғылықтағы аңшылық және құбыжықтардың ақыры. Ескі Тасқалақ, ажалдың аумағы. Түнгі сағат 02:30. Аспанды қалың бұлт торлап, ай сәулесін толықтай жауып тастаған еді. Қаладан 20 шақырым қашықтықта орналасқан ескі Тасқалақ зауыты қараңғылық ішінде сұсты бекіністей көрінеді. Бұл жер кезінде кеңес әскерлері салған үлкен өнеркәсіп орны болатын, ал қазір Залмайдың қылмыстық синдикатының адамдарды уақытша қамайтын транзиттік қоймасына айналған. Тарик зауыттан 30 шақырым жерде көлігін жасырып, әрі қарай жаяу жылжыды. Оның үстінде түнгі операцияларға арналған қап-қара тактикалық форма, басында түнгі көру құрылғысы, ПМФ, ал кеудесінде толық оқталған 4-1 автоматы бар еді. Ол зауыттың сыртқы периметрін арнайы бинокльмен бақылап шықты. Зауыттың айналасында биік бетон дуал. Бас қақпада 2 қарулы күзетші темекі тартып тұр. Ғимараттың шатырында СВД Драгунов снайперлік винтовкасы ұстаған бір мерген орналасқан. Ал ішкі аулада 4 күзетші 2-2-ден патрульдеп жүр. Барлығы 20 шақыраулы содыр. Олар өздерінің қауіпсіз екеніне толық сенімді еді. Бірақ олар қараңғылықтың ішінен нағыз жыртқыштың келе жатқанын білмеді. Сендер адам емессіңдер. Сендерге аяушылық болмайды деп сыбырлады Тарик, автоматының сақтандырғышын үнсіз ғана шешіп. Үнсіз өлім, периметрді тазарту.
Тарик тіке шабуылдаудың орнына өзінің элиталық командос дағдыларын іске қосты. Ол дуалдың ең көлеңкелі бақылау камералары жұмыс істемейтін бұрышынан арнайы ілмекпен жоғарыға мысықша өрмелеп шықты. Бірінші нысана шатырдағы мерген. Егер оны көзін жоймаса, ішкі ауладағы қозғалыс мүмкін емес еді. Тарик шатырдың темір жабындысымен дыбысы сырғып отырып, мергеннің ту сыртынан келді. Содыр радио қабылдағыштан әлдебір ауған әнін тыңдап, төменге қарап отырған. Тарик бір секундтың ішінде оның артынан атылып, сол қолымен аузын қатты жапты да. Оң қолындағы керамбит, орақ пішінді тактикалық пышағын оның бұғанасының астындағы күретамырға дәл қадады. Содыр бір рет тебеніп үнсіз сұлап түсті. Тарик оның денесін шатырдың қалқасына жасырып қойды. Енді кезек ішкі ауладағы патрульге келді. Олар шатырдың астындағы контейнерлердің қасынан өтіп бара жатқанда, Тарик ауада үнсіз секіріп, дәл соңғы келе жатқан содырдың үстіне түсті. Ол аяғымен жаудың мойнын қысып, жерге құлаған сәтте дыбыс бәсеңдеткіші бар глок тапаншасымен алдыңғы содырдың желкесінен 2 рет оқ атты. Пут-пут. Екеуі де не болғанын түсінбей жаһаннамға аттанды. Тарик зауыттың негізгі ғимаратына жақындады. Ол ғимараттың электр қалқанын, щиток тауып алып, ішіндегі негізгі кабельдерді кесіп тастады. Зауыттың ішіндегі барлық прожекторлар мен шамдар тарс етіп сөніп, айналаны тас қараңғылық басты. Қараңғылықтағы үрей, тозақтың басталуы. Зауыт ішінде шу басталды. Жарық қайда кетті? Генераторды қосыңдар, деп ақырды іштен біреу. Бұл Залмайдың оң қолы Қанішер Басирдің дауысы еді. Тарик түнгі көру құрылғысын пынып түсірді. Құрылғының жасыл экранында зауыт ішіндегі барлық адамдардың жылу нұсқалары, силуеттері анық көрініп тұрды. Ол ішке кіргенде көрген көріністен қаны қайнап кетті. Зауыттың бір бұрышында үлкен темір торлар, қапастар орналасқан екен. Торлардың ішінде 10-нан астам жас қыздар мен әйелдер қорқыныштан бір-біріне тығылып жылап отыр. Оларды ертең шекара асырып сатпақшы екен. Бірақ Тарик Ләйләнің бет бейнесін тордың ішінен көре алмады. Оларды қорғаңдар. Біреу кірді, деп айқайлады содырлардың бірі, фонаригін қараңғылыққа қарай сілтеп. Тарик шабуылды бастады. Ол тек өлтіруді мақсат етпеді, ол осы бейшара қыздардың көз жасы үшін оларды аяусыз жазалауды шешті. Ол контейнердің артынан шығып, алдында тұрған 2 содырдың тізелеріне автоматтан кезекпен от ашты. Та-та-та. Олар аяқтарынан айырылып, бақырып жерге құлады. Тарик жақындап келіп, олардың бастарына бір-бірден бақылау оғын, контрольный выстрел атты. Қалған содырлар қараңғылыққа қарай бей-берекет оқ жаудыра бастады. Бірақ Тарик бір орында тұрмайтын. Ол көлеңке сияқты бір бұрыштан екінші бұрышқа жылдам орнын ауыстырып, жауларын бір-бірлеп сұлата берді. Оның әрбір оғы нысанаға дәл тиді. Біреуінің тамақ. Зауыт іші содырлардың шыңғырған дауысы мен оқ дәрінің иісіне толды. Олар кіммен соғысып жатқандарын білген жоқ. Олар үшін бұл адам емес, қараңғылықтан келген жын сияқты көрінді. Ол жын. Қашыңдар, деп бақырып бір содыр есікке қарай жүгірді. Тариктің лақтырған жауынгерлік пышағы оның арқасына дәл қадалып, еденге етпетінен түсірді. Небәрі 3 минуттың ішінде зауыт ішіндегі 15 содырдың көзі жойылды. Еден қанға көлкіп кетті. Басирмен бетпе-бет, Қанішердің жазасы. Зауыттың ортасында тек бір ғана адам аман қалды. Ол денесі бұқадай, бетіндегі тыртығы көзіне дейін жеткен қатыгез Басир еді. Оның қолында үлкен 12 калибрлі помпалық мылтық дробовик бар. Шық, тышқан. Сен менің кім екенімді білесің бе? Мен сенің жүрегіңді суырып аламын, деп ақырды Басир, қараңғылыққа қарай мылтығынан оқ атып. Тарик түнгі көру құрылғысын шешіп қаруын арқасына асты. Ол мұндай қатыгез мақұлықты жай ғана оқпен өлтіруді тым жеңіл жаза деп санады. Ол қараңғылықтан баяу қадаммен жарық түсіп тұрған ортаға шықты. Сендер менің үйіме кірдіңдер. Сендер менің жалғыз қарындасымды ұрладыңдар. Ал енді сен кімнің жүрегін суыратыныңды көреміз, деді Тарик темірдей дауыспен.
Басир оны көре салып мылтығын кезет, бірақ Тарик найзағайдай жылдамдықпен алға ұмтылып, мылтықтың оңғысын жоғары қағып жіберді. Оқ шатырды тесіп өтті. Тарик екінші қолымен Басирдің бетінен бар күшімен ұрып, мылтықты жұлып алды да, оны алысқа лақтырып жіберді. Иек алып еркек қолма-қол төбелеске көшті. Басир ауыр жұдырығымен Тариктің кеудесінен ұрды, бірақ бронежилет соққыны қайтарды. Тарик жауап ретінде Басирдің тізесіне теуіп, оның тепе-теңдігін бұзды. Содан кейін оның бас сүйегінен ұстап, қасындағы темір бағанаға бар күшімен 2 рет соқты. Басир қанға шашалып, еденге құлады. Бірақ ол әлі де тірі еді. Тарик оның үстіне мініп, керамбит пышағын оның тамағына тақады. Оның көздерінен шексіз ашу мен ызаның оты шашырап тұр еді. Ләйла қайда? Сөйле, мақұлық. Ол мына торларда жоқ. Деп ақырды Тарик, пышақты сәл басып. Басирдің тамағынан қан тамшылай бастады. Басир қырылдап, қан аралас сілекейін түкіріп күлді. Сен кеш қалдың, командос. Қарындасың өте сұлу екен. Залмай оны көргенде сатудан бас тартты. Ол оны өзінің тау ішіндегі жеке сарайына қара қорғанға алып кетті. Ол оны өзінің жаңа ойыншығы қылмақшы. Сен ол жерге кіре алмайсың. Ол жерді тұтас бір армия күзетеді. Сенің қарындасың қазір Залмайдың төсегінде. Тарик бұл сөздерді естігенде, оның ішіндегі бүкіл адамгершілік сезімдері өшіп қалды. Бұл мақұлықтар оның ең қасиетті нәрсесіне қол сұққан еді. Сенің армияң маған тосқауыл бола алмайды. Бірақ сен оны көре алмайсың, деді Тарик суыққандылықпен. Ол Басирдің оң қолын, яғни қару ұстайтын, жазықсыз қыздарды ұратын қолын тізесімен басып, пышағымен оның білегіндегі сіңірлерін, сухожилия, кесіп тастады. Басир адам төзгісіз ауырсынудан бақырып жіберді. Содан кейін Тарик ешқандай эмоциясыз пышақты оның жүрегіне қадады. Қаншердің көздері аларып, демі үзілді. Азаттық және жаңа мақсат. Тарик орнынан тұрды. Оның үсті басы шаң мен жауларының қанына боялған еді. Ол өліп жатқан күзетшілердің бірінің қалтасынан кілтті тауып алып, темір қапастарды ашты. Іштегі қыздар қорқа соға сыртқа шықты. Олардың көздерінде үрей мен үміт қатар тұрған еді. Бәрің босыңдар, деді Тарик оларға. Ол Залмайдың кабинетіндегі сейфті жарып, ішіндегі байлам-байлам долларларды қыздарға таратып берді. Мына ақшаны алыңдар да қалаға жетіңдер. Полицияға емес, халықаралық Қызыл Крест ұйымының кеңсесіне барыңдар. Олар сендерді қорғайды. Бір жас қыз Тариктің алдына келіп, оның қанға боялған қолынан сүйді. Алла разы болсын сізге, аға. Біз сіз үшін дұға етеміз, деді ол жылап. Тарик оған жай ғана басын изеп, зауыттан шығып кетті. Ол сыртқа шыққанда, зауыттың ішіндегі жанармай бөшкелеріне 4 жарылғыш затын орнатып кеткен болатын. Ол көлігіне отырып газды басқан сәтте, оның артындағы алып ғимарат көрсетіп жарылып, отқа оранды. Аспанға көтерілген қызыл жалын Залмайға берілген алғашқы ескерту еді. Тариктің жүрегі ауырып тұрды. Ләйла тау ішіндегі қара қорғанда екен. Ол жер шынымен де кірген адам тірі шықпайтын нағыз әскери бекініс болатын. Бірақ Тарикке бәрібір еді. Ол бүкіл Ауғанстанды отқа орауға тура келсе де, қарындасын құтқарып, Залмайдың басын кесіп алуға серт берді. Нағыз соғыс енді ғана басталды. Ауған жолбарысы, кек пен әділет. 3 бөлім: қара қорғанға жорық және ажал асуы. Соғысқа дайындық: жолбарыстың қарулануы. Түннің ортасы ауып, таңға жақындаған шақ. Тарик өзінің ескі пикап көлігімен Кабулдың шаңды көшелерін артта қалдырып, Гиндукуш тауларының бөктеріне қарай бет алды. Оның көзінде ұйқының ізі де жоқ, тек мұздай суық мақсат қана бар. Басирдің сөздері оның құлағында жаңғырып тұрды. Ол Залмайдың төсегінде. Ол жерді тұтас армия күзетеді. Тарик тікелей шабуылға шықпас бұрын, өзінің ескі әскери байланыстарын іске қосуды жөн көрді. Ол тау бөктеріндегі жасырын үңгірде тұратын, кезінде арнайы жасаққа қару-жарақ жеткізумен айналысқан ескі досы, қару шебері Омардың үйіне келді. Омар Тариктің үсті басы қан, көздері от болып жанып тұрғанын көргенде ешқандай сұрақ қойған жоқ. Саған не керек, жолбарыс?
Сен бұл жолға қайта түспеймін деп серт берген едің ғой, деді Омар ауыр күрсініп. Менің сертімді бұзды, Омар, олар Ләйләні әкетті. Залмайдың қара қорғанына. Маған ауыр қару керек. Жай ғана қару емес, бекіністі бұзатын күш керек, деді Тарик темірдей дауыспен. Омар үнсіз ғана үңгірдің түкпіріндегі ауыр темір есікті ашты. Іші толықтай заманауи қару жараққа толы еді. Тарик өзінің 4-1 автоматына қосымша оқжатарлар, магазиндер, бірнеше түтін және жарық шу гранаталарын, 4 пластикті жарылғыш заттарын алды. Одан бөлек арқасына РПК-7 танкіге қарсы қол гранатометі мен 3 оғын асты. Ол нағыз бір адамдық армияға айналған еді. Ол жер өлім алқабы, Тарик, залмай ол бекініске зенитті қондырғылар мен миналар орнатып тастаған. Абай бол, бауырым. Ләйләні аман алып қайт, деді Омар онымен қоштасып. Тарик басын изеді, таудың қауіпті ирелең жолымен жоғары қарай көтеріле берді. Ажал асуы, көрінбес мергенмен жекпе-жек. Таң ата бастады. Ауа қатты суытып тау шыңдарын қалың тұман басты. Қара қорған бекінісі теңіз деңгейінен 3000 метр биіктікте. Тік құздың басында орналасқан еді. Оған баратын жалғыз ғана тар жол бар. Тарик көлігін бекіністен 5 шақырым төменде қалдырып, әрі қарай жаяу өрмеледі. Ол ашық жолмен емес, адам жүре алмайтын тік жартастармен, саусақтары қанағанша жармасып көтерілді. Өйткені негізгі жол миналанған, және оны снайперлер, мергендер бақылап отырғанын ол кәсіби жауынгер ретінде жақсы білетін. Тарик құздың шетіне жетіп демін басты. Ол өзінің биноклімен бекіністің сыртқы шебін бақылады. Қарсы беттегі жартаста бекініске барар жолды толық бақылауда ұстап отырған мергеннің ұясы позициясы бар екен. Мергеннің оптикалық көздеуішінің сәулесі тұман арасынан әрең көрінді. Егер Тарик сол мергенді үнсіз жоймаса, бекініске жақындау мүмкін емес. Ол гранатаны пайдалана алмайды, дауыс шықса, бүкіл база аяққа тұрады. Тарик өзінің сұр тактикалық плашын жамылып, таспен бір түске еніп, мергеннің позициясына қарай бауырмен жорғалап жылжыды. Әрбір қадамы мұқият есептелген. Тасы күтіліп дыбыс шығармас үшін ол демін ішіне тартып қозғалды. Мерген өз позициясында жайбарақат жатып төменгі жолды бақылап отыр еді. Ол бір сәтке көзін оптикадан жұлып алып, термосына қол созғанда, оның ту сыртынан тау елесіндей Тарик пайда болды. Мерген бұрылуға үлгермеді. Тариктің болаттай қатты қолдары оның мойнынан орап, екінші қолындағы тактикалық пышағы мергеннің жүрегіне үнсіз қадалды. Тарик мергеннің денесін жартастың қуысына жасырып, оның снайперлік мылтығын 24 өзіне алды. Ол енді бекіністің ауласын өз бақылауына алған еді. Троян аты, тозақ қақпасының бұзылуы. Бекіністің ауласында қызу тіршілік жүріп жатты. 30-дан астам қарулы содырлар патрульдеп жүр. Ауланың ортасында 2 ауыр пулемет орнатылған пикап көлігі тұр. Бекіністің қақпасы қалың болаттан жасалған, оны жай қарумен ашу мүмкін емес. Тарик жоспарын тез құрды. Ол мергеннің позициясында жатып, бекініске қарай келе жатқан залмайдың азық-түлік және қару тиеген жүк көлігін байқады. Жүк көлігі баяу жылдамдықпен тар тау жолмен қақпаға жақындап келе жатты. Тарик снайперлік мылтықты көздеді. Ол жүргізушіні емес, жүк көлігінің алдыңғы дөңгелегін дәлдеді. Пут! Дыбыс бәсеңдеткішпен атылған оқ дөңгелекті жарып жіберді. Жүк көлігі теңселіп барып, қақпаға 100 метр қалғанда тоқтап қалды. Жүргізушімен 2 күзетші боғауыз айтып көліктен түсті. Олар дөңгелекті қарап жатқанда, Тарик таудан еліктей секіріп түсіп, олардың ту сыртынан келді. 3 үнсіз соққы, 3 өлі дене. Тарик жүк көлігінің рөліне отырды. Ол жүк көлігінің газ педаліне ауыр тас қойып, рулін тікелей болат қақпаға бағыттады да, көліктің кузовындағы қару жарақ жәшіктеріне 4 жарылғышын орнатып, өзі көліктен секіріп кетті. Ауыр жүк көлігі мотордың гүрілімен тікелей қақпаға қарай ұшты. Бекініс күзетшілері не болғанын түсінбей, көлікке қарай оқ жаудыра бастады. Бірақ кеш еді. Жүк көлігі болат қақпаға тарс етіп соғылған сәтте, Тарик детонатордың түймесін басты. Гүм алып жарылыс таудың ішін сілкінтіп жіберді. Болат қақпа қағаз сияқты жыртылып ауаға ұшты. Қақпа маңында тұрған 10 шақты күзетші жарылыс толқынымен бөлшектеніп кетті. Аулаға қалың қара түтін мен шаң көтерілді.
Қанға бөгілген аула, бір адамдық армия. Түтіннің арасынан, жалынды жамылып, қолдарында 4-1 автоматы бар Тарик кіріп келді. Ол енді жасырынып жүрген жоқ. Ол кек құдайындай алдынан шыққанның бәрін жайратып келе жатты. От ашыңдар. Бәрін қақпаға. Оны өлтіріңдер. Деп бақырып жатты содырлардың командирлері. Аула іші нағыз соғыс даласына айналды. Жан-жақтан автомат оқтары ысқырып өтіп жатты. Бірақ Тариктің тактикалық дайындығы мүлдем басқа деңгейде еді. Ол бір орында тұрмай, колонналар мен көліктердің артына тығылып, кезек-кезек дәл оқ атып жүрді. Оның әрбір оғы жаудың маңдайына немесе кеудесіне тиіп жатты. Ол оқтарды босқа шашпайтын. Кенеттен ауланың ортасындағы ауыр пулемет орнатылған пикап іске қосылды. Пулеметші Тарик тығылып тұрған бетон бағанаға қарай ірі калибрлі оқтарды жаудыра бастады. Бетон үгітіліп Тариктің үстіне шашырай бастады. Егер ол осы жерде қала берсе, оны тесіп өтуі анық еді. Тарик арқасындағы РПК-7 гранатометін жұлып алды. Ол пулеметтің оқталуға тоқтаған 1 секундтық үзілісін күтіп, бағананың артынан атып шықты да, гранатометті пикапқа бағыттап шүріппені басты. Реактивті граната ызыңдап ұшып барып, пикапқа дәл тиді. Көлік ауаға бір-ақ атылды, жалын шарпып, пулеметші мен оның айналасындағы содырлар күлге айналды. Бұл көрініс Залмайдың қалған адамдарын үрейлендіріп жіберді. Олар кіммен соғысып жатқандарын енді ғана түсінгендей болды. Бұл қарапайым баукеспе емес, бұл тоқтатуға келмейтін, ажалмен ойнайтын арнайы жасақ сарбазы еді. Элиталық күзетпен айқас, қан мен тер. Тарик ауланы тазартып, негізгі ғимараттың есігіне жетті. Бірақ бұл жерде оны Залмайдың ең таңдаулы элиталық күзеті, бұрынғы шетелдік жалдамалылардан құралған 6 адам күтіп тұр еді. Олар қарапайым содырлар емес, толықтай брондалған, ауыр бронежилет, каска және тактикалық үйлесімен жұмыс істейтін кәсіпқойлар болатын. Тарик есіктен кірген сәтте, олар 3 бағыттан бірдей от ашты. Тарик алға қарай домалап түсіп, темір үстелдің артына жасырынды. Оның сол жақ иығын оқысылып өтті, ыстық қан аға бастады. Бірақ ауырсыну Тарикті тоқтатқан жоқ, керісінше оның бойындағы адреналинді еселей түсті. Ол қалтасынан 2 жарқылдақ шу, светошумовая гранатасын шығарып, 2 жаққа лақтырды. Бұрқ, бұрқ. Көз қаритын жарық пен құлақ тұндыратын дауыс жалдамалыларды бірнеше секундқа есеңгіретіп тастады. Тарик үстелдің үстінен қарғып өтіп, жақын қашықтықтағы ұрысқа close quarters combat көшті. Ол бірінші жалдамалының автоматын қолынан қағып түсіріп, тапаншасымен оның каскасының астындағы қорғалмаған бетіне 2 рет оқ атты. Екінші жалдамалы оған пышақпен ұмтылғанда, Тарик оның қолын бұрап алып, өзінің керамбитімен оның мойын омыртқасын осып жіберді. 3-ші және 4-ші жалдамалылар естерін жиып, Тарикке қарай оқ жаудырмақ болды. Бірақ Тарик өліп жатқан жалдамалының денесін қалқан етіп ұстап, олардың үстіне қарай жүгірді. Ол тапаншасының барлық оғын соларға қарай босатып, екеуін де сұлатты. Ең соңғы, алып денелі жалдамалы Тарикті арқасынан ұстап алып, қабырғаға бар күшімен соқты. Тариктің қолындағы қаруы түсіп кетті. Алып еркек оның тамағынан қысып тұншықтыра бастады. «Сен бүгін осында өлесің, ауған иті», деп ырылдады ол. Тариктің демі тарылып, көз алды бұлдырай бастады. Бірақ оның көз алдына Ләйләнің күлімдеген бейнесі мен қорқыныштан жылаған даусы келді. Жоқ, ол бұл жерде өлуге құқылы емес. Тарик бар күшін жинап, 2 саусағымен алып жалдамалының көзіне бар күшімен кіргізіп жіберді. Жалдамалы бақырып, қолын босатқан сәтте, Тарик өзінің етігінің қонышында жасырылған 2-ші кішкентай пышағын суырып алып, оның иегінің астынан жоғары қарай тікелей миына қадап жіберді. Алып еркек сылқ етіп еденге құлады. Залмайдың дауысы және ішкі бөлмеге жол. Тарик қансырап, ауыр дем алып қабырғаға сүйенді. Дәліз толықтай тазаланды. Ол алға қарай ауыр қадамдармен жүріп отырып, ғимараттың ең түкпіріндегі қалың емен есіктің алдына келді. Бұл Залмайдың жеке бөлмесі еді. Сол кезде ғимараттың ішкі радио байланысы, интерком қосылып, Залмайдың дауысы естілді. Оның даусында бұрынғы тәкаппарлық жоқ, аздаған үрейдің ізі байқалатын. Бірақ ол әлі де өзін қожайын сезініп тұрды. «Сен кімсің өзің? Жынсың ба, шайтансың ба? Менің бүкіл армиямды қырдың», деді Залмай интеркомнан.
Бірақ сенің бұл әрекетіңнен ештеңе өзгермейді. Қарындасың менің қолымда. Егер мына есікті ашатын болсаң, мен оның басына оқ атамын. Менде оның самайына тіреліп тұрған тапанша бар. Қаруыңды таста да тізе бүк. Сонда ғана мен оны тірі қалдырамын. Тариктің жүрегі тоқтап қалғандай болды. Ләйла есіктің ар жағында, өлім аузында тұр. Егер ол қателік жасаса, ең сүйікті адамынан айырылады. Бірақ Тарик жауға тізе бүкпейтін нағыз жауынгер еді. Ол Залмайдың алдап тұрғанын, қаруын тастаса екеуін де аяусыз өлтіретінін жақсы түсінді. Оған секунд ішінде өте күрделі шешім қабылдау керек болды. Ол есіктің құлпына жарылғыш заттың соңғы кесегін орнатты да қолына тапаншасын алды. Бұл оның өміріндегі ең маңызды атыс болмақ. Нағыз соғыс аяқталып, психологиялық және қанды шешім сәті басталды. Ауған жолбарысы, Кет пен әділет. 4 бөлім: есік артындағы ажал және құбыжықтың үкімі. Өлім алдындағы үнсіздік, миллисекундтармен өлшенген өмір. Қалың емен есіктің ар жағында Залмай тұр. Оның қолында тапанша, ал тапаншаның ұшы Ләйләнің самайына тірелген. Есіктің бергі жағында қанға боялған, иығынан жараланған, бірақ көзінде ажалдың оты жанған Тарик тұр. Тарик есіктің құлпына орнатылған 4 жарылғыш затының детонаторын қолына алды. Оның миы қазір суперкомпьютер сияқты жұмыс істеп жатқан еді. Бөлменің ішкі құрылымы қандай? Залмай Ләйләні қай бұрышта ұстап тұр? Жарылыс толқыны Ләйләге зақым келтірмей ме? Тарик терең тыныс алды. Ол өзінің жүрек соғысын бәсеңдетті. Арнайы жасақта оларға үйреткен ең басты ереже эмоцияны сөндіру. Қазір ол аға емес, ол мерген, ол құрал. Ол есіктің ортасында тұрған жоқ. Даусы бөлменің оң жақ бұрышынан жаңғырып шықты. Демек, олар терезенің жанында деп есептеді Тарик. Ол жарылғыштың бағытын сәл солға қарай бұрды да тапаншасын оң қолына мықтап ұстады. Залмай, деп дауыстады Тарик, мен қаруымды тастадым. Кіріп келе жатырмын. Тек оған тиіспе. Ақырын кір. Қолың көрініп тұрсын. Деп бақырып жауап берді Залмай. Дәл сол кезде Тарик детонаторды басты. Гүрс. Қалың емен есік ортасынан қақ айырылып ішке қарай ұшты. Шаң, түтін және ағаш жаңқалары бөлменің ішін кернеп кетті. Бұл тактикалық динамикалық кіру, dynamic entry еді. Залмай жарылыстың даусынан және бетіне ұшқан шаңнан көзін 1 миллисекундқа жұмып басын шайқады. Оның Ләйләні ұстап тұрған қолы сәл босады. Осы бір ғана сәт Тарикке жеткілікті еді. Баяулатылған кадр, жолбарыстың секірісі. Түтіннің арасынан Тарик атылып кірді. Барлығы баяулатылған кадр, slow motion сияқты өтіп жатты. Ләйла қорқыныштан көзін жұмып еденге қарай шөге берді. Залмай есін жиып тапаншасын Ләйләнің басынан жұлып алып, Тарикке қарай бағыттамақшы болды. Бірақ Тарик оқ атуға әлдеқашан дайын еді. Ол Залмайды өлтіруді көздемеді, өлім бұл мақұлық үшін тым жеңіл жаза болар еді. Тарик тапаншасының шүріппесін 2 рет басты. Пут, пут. Бірінші оқ Залмайдың тапанша ұстаған оң қолының білегін тесіп өтті. Тапанша жерге сылдыр етіп түсті. Екінші оқ оның сол жақ тізесінің тобығын тас-талқан қылды. Залмай айуанша бақырып еденге құлады. Ол жаралы аяғын ұстап қанға көлкіп жатты. Ләйла бұрышта қалтырап құлағын жауып отырған. Тарик оған қарай ұмтылып, қаруын жерге тастай салып, қарындасын құшағына алды. Ләйла, жаным, кішкентайым, мен осындамын. Мен келдім деп сыбырлады ол оның шашынан иіскеп. Оның қатыгез, мұздай жүрегі осы сәтте еріп көзіне жас келді. Ләйла ағасының қанға боялған, бірақ сондай ыстық кеудесіне басын қойып еңіреп жылап жіберді. Ағатай, олар мені өлтіреді деп ойладым. Ағатай, мен қатты қорықтым, деп қалтырады қыз. Тарик оның бетіндегі көгерткен іздерді, жыртылған киімін көргенде, оның ішіндегі жыртқыш қайтадан, бұрынғыдан да қоншы болып оянды. Ол Ләйләнің маңдайынан сүйді де. Ешкім саған енді тиіспейді. Сен осында бұрышта отыра тұр. Көзіңді жұм, Ләйла, мынаны көрмегенің жөн деді жұмсақ, қатаң дауыс. Құбыжықпен бетпе-бет, аяусыз жаза.
Тарик орнынан баяу көтеріліп, еденде ыңырсып жатқан Залмайға қарай бұрылды. Залмай қансырап жатса да, өзінің үстеліне қарай жорғалап, сонда жасырылған тағы бір қаруға қол созбақшы еді. Тарик ауыр бәтеңкесімен Залмайдың сау қалған оң аяғын басып тұрып, оның қабырғасынан бар күшімен теуіп жіберді. Сүйектердің сықырлаған дауысы бөлмені жаңғыртты. Залмай етпетінен түсіп қан түкірді. Сен Ауғанстанның жартысын уладың. Мыңдаған бейкүнә қыздарды шекара асырып құлдыққа саттың. Сен өзіңді құдаймын деп ойладың ба? Деді Тарик, оның шашынан жұлып алып бетіне қарап. Залмай ауырсына күлді, оның тістері қанға боялған еді. Сен мені өлтірсең де, ештеңе өзгермейді, командос. Менің адамдарым Кабулда толып жүр. Олар сені де, қарындасыңды да тауып, тірідей терілеріңді сыпырады. Сенің артыңнан тұтас армия түседі. Олар мені іздеп әуре болмайды. Өйткені мен олардың өздеріне барамын, деді Тарик суыққандылықпен. Бірақ алдымен сенің қарызыңды қайтару керек. Тарик бөлменің ішін шолып шықты. Қабырғада Залмайдың мақтанышы үлкен, темір шынжырлармен ілінген көне ауған қылыштары тұрған еді. Тарик сол шынжырдың біреуін жұлып алды. Ол Залмайды сүйреп апарып, бөлменің ортасындағы жуан тіреуіш бағанаға арқасымен тақатты, шынжырмен оның қолдары мен мойнын қатты қысып байлап тастады. Залмай тыныс ала алмай қырылдай бастады. Не істемекшісің? Атып таста мені. Еркекше өлтір. Деп бақырып жалына бастады ол, үрейге бой алдырып. Ол Тариктің көзінен ешқандай адамгершілік немесе аяушылық көрмеді. Ол тек өзінің жасаған зұлымдығының айнадағы көрінісін көргендей болды. Еркекше өлім сен сияқтыларға бұйырмаған, деді Тарик. Ол Залмайдың үстелінде тұрған қымбат коньяктар мен спирттік ішімдіктерді алып, оларды Залмайдың үстіне және бөлменің айналасына шашып шықты. Сенің кесіріңнен қаншама қыздың арманы отқа оранды. Енді сол оттың дәмін өзің тататын боласың. Тарик қалтасынан керамбит пышағын шығарды. Ол Залмайдың жанына келіп, оның көзіне қарап тұрып, пышақтың ұшымен оның маңдайына терең етіп крестке ұқсас белгі, қанды таңба салып тастады. Бұл арнайы жасақтардың қылмыстық картелдерге қалдыратын жолбарыстың ізі деген белгісі еді. Кім көрсе де, Залмайдың қандай қорлықпен өлгенін білу үшін. Залмай жанұшыра бақырып, есінен танып қала жаздады. Оның аяқ қолдары сынған, маңдайы тілінген, үсті спиртке малынған күйі темір бағанаға байланып тұрды. Дабыл және жаңа қауіп. Дәл сол кезде ғимараттың сыртында құлақ тұндыратын сирена дауысы іске қосылды. Қызыл жарқылдауық шамдар жанып өшіп, бүкіл тау ішін жаңғыртты. Бұл Залмайдың негізгі күштері төменгі базадан көмекке келе жатқан элиталық резерв болатын. Терезенің арғы жағынан екі тікұшақтың жақындап келе жатқан гүрілі естілді. Тарик уақыттың таусылғанын түсінді. Егер тікұшақтан десант түссе, ол Ләйләні қорғап қала алмайды. Ол жылдам қимылдап қаруын асынды. Ләйлә, тұр. Біз кетеміз. Маған мықтап жабыс, деді ол қарындасын орнынан тұрғызып. Ол бөлмеден шығар алдында Залмайдың үстеліндегі жанып тұрған шырақты свеча қолына алды. Сенің империяң бүгін күлге айналады, Залмай, ал сен тозақта жанасың, деді Тарик. Ол шырақты спирт төгілген еденге лақтырып жіберді. Көкпеңбек жалын лезде лап етіп бүкіл бөлмені, соның ішінде Залмайдың аяқтарын шарпып өтті. Қаншердің ақырға, адам төзгісіз шыңғырған дауысы ғимаратты жаңғыртып жіберді. Бұл зұлымдықтың, құлдық пен зорлық-зомбылықтың иесіне берілген ең қатыгез, бірақ ең әділ жаза еді. Тарик Ләйләнің көзін қолымен жауып, жанып жатқан бөлмеден тез арада шығып кетті. Олардың артында тозақтың оты лаулап жатты. Тау ішіндегі қашу, ажал мен жарыс. Ғимараттың дәліздері қою түтінге тола бастады. Тарик Ләйләні алдына салып, ғимараттың артқы, жартасқа қараған есігіне қарай жүгірді. Негізгі есікпен аула арқылы өту мүмкін емес еді, ол жаққа тікұшақтар келіп үлгерген болатын. Тікұшақтардағы ірі калибрлі пулеметтер ауладағы қалдықтарға оқ жаудырып жатты. Олар артқы есіктен шыққанда, алдарында тік құрдым, суық жартасқана күтіп тұрды. Төменге дейін бірнеше 100 метрлік тұңғиық. Аға, жол жоқ қой. Біз қайда барамыз? Деп жылады Ләйлә, желден шашы ұшып. Тарик Залмайдың ғимаратының артқы жағында төтенше жағдайға арналған көтергіш трос, зиплайн бар екенін бұрынғы барлау мәліметтерінен білетін.
Залмай бұл тросты өзі қашатын күн туса деп дайындап қойған екен. Ол жартастың шетінде орнатылған темір бағананы және қарама қарсы тауға тартылған қалың арқанды тапты. Біз ұшамыз, кішкентайым. Маған сенесің бе? Деді Тарик Ләйләнің көзіне қарап. Ләйлә басын изеді. Ол ағасына өмірінен де артық сенетін. Тарик өзінің тактикалық белдігіндегі ілмекті карабин шығарып арқанға ілді. Ол Ләйләні алдын алып, оны өз денесіне беріп белдіктермен байлап тастады. Екеуі бір адамдай бірікті. Дәл сол кезде ғимараттың шатырына Залмайдың жалдамалылары түсіп, артқы есікке қарай атылып шықты. Олар Тарик пен Ләйләні көре салып, автоматтарын кезеді. «Ұстаңдар оларды! Атыңдар!» деп бақырып жатты содырлар. Тарик бір қолымен тросты ұстап, екінші қолымен тапаншасын суырып алып, алғашқы жүгіріп шыққан екі содырды атып түсірді. Содан кейін ол аяғымен жартасты итеріп, қараңғы тұңғиыққа қарай секіріп кетті. Жартас үстіндегі ұшу, өлім мен өмір арасы. Олар суық желді тіліп, қараңғы тау арасымен үлкен жылдамдықпен төмен қарай сырғи бастады. Ләйлә қорқыныштан көзін қатты жұмып, Тариктің кеудесіне жабысып алды. Арқаларынан жаңбырша жауған оқтар ысқырып өтіп жатты. Бір оқ Тариктің тросты ұстап бара жатқан қолының жеңін жыртып кетті. Ол тісін қайрап Ләйләні өз денесімен толықтай жауып бара жатты. Егер оған оқ тисе де, қарындасы аман қалуы тиіс еді. Олар арғы беттегі таудың баурайына, қалың бұталардың арасына күрсетіп түсті. Тарик тепе-теңдікті сақтай алмай, Ләйләні құшақтаған күйі шөп үстімен бірнеше рет домалап барып тоқтады. Олар жерге түскен бойда Тарик орнынан атып тұрып, арқанды кесіп тастады. Енді жаулар бұл жолмен олардың артынан келе алмайтын болды. Ол Ләйләні тексерді, қыз аман, тек қатты шошып қалған еді. Олар таудан төмен қарағанда қарсы беттегі Залмайдың қара қорғаны тұтастай отқа оранып, жанартаудай жарылып жатқанын көрді. Тариктің орнатып кеткен жарылғыштары өз ісін жасаған еді. Қылмыскерлердің ұясы, адамдарды құлдыққа сататын тозақ мекені енді күлге айналды. Бірақ олардың артындағы қауіп әлі сейілген жоқ. Тікұшақтардың прожекторлары таудың ішін тінтіп, оларды іздей бастады. Тарик Ләйләнің қолынан ұстап, «Жүгіруіміз керек. Біздің көлікке дейін әлі 3 шақырым бар. Бұл түн әлі аяқталған жоқ» деді. Олар қараңғы таудың ішімен, тастар мен бұталарды аралап төмен қарай жүгіре берді. Арнайы жасақ офицер үшін бұл қалыпты жағдай болғанымен, нәзік Ләйлә үшін бұл нағыз азап еді. Бірақ ол ағасының жанында екенін біліп, бар күшін жинап ілесіп келе жатты. Нағыз соғыс аяқталып, енді тірі қалу және құтылу операциясы басталды. Аға мен қарындастың алдында тағы қандай сынақ күтіп тұр? Ауған жолбарысы, кек пен әділет. 5 бөлім, финал, өліммен жарыс және жаңа таңның атуы. Тікұшақпен жарыс, қараңғылықтағы прожектор. Олар Киндукуш тауларының қауіпті тік жартасты баурайымен төмен қарай жүгіріп келе жатты. Түнгі таудың суық желі сүйектен өтеді, ал аяқ астындағы сусымалы тастар әр қадамды өлімге жақындатқандай еді. Ләйләнің аяқ киімі жыртылып, табанынан қан ағып жатса да, ол үнсіз шыдап ағасының үлкен, жылы қолынан мықтап ұстап алған. Оның жалғыз қорғаны, жалғыз үміті Тарик еді. Олардың артында Залмайдың күлге айналған бекінісінің үстінде қос тікұшақ айналып жүрді. Кенеттен тікұшақтардың бірі бағытын өзгертіп, тау баурайына қарай ұша бастады. Оның түбіне орнатылған ал прожектордың іздеу шамының көз қаритын жарығы тастар мен бұталарды тінтіп, қашқындарды іздеуге кірісті. Тікұшақтың гүрілі тау ішінде жаңғырып, адамның құйға тамырын шымырлататындай үрейлі еді. Олар бізді іздеп жүр, аға. Олар бізді тауып алады, деп жылап жіберді Ләйлә. Жарық сәулесі олардан небәрі 50 метр жерден өтіп бара жатқанда. «Қорықпа, кішкентайым. Бұдан да жаман жерлерден аман шыққанбыз», деді Тарик күрсініп. Оның сол жақ иығындағы жарасынан тоқтаусыз қан ағып, бронежилетінің астын ылғалдап жіберген болатын. Қансырау мен адреналиннің төмендеуі оның күшін сарқып жатты, бірақ ол мұны қарындасына білдірмеді. Кенеттен прожектордың жап-жарық сәулесі оларды дәл тапты. Олар жап-жарық шеңбердің ішінде ашық алаңқайда қалып қойды. «Көзіңді жұмда, мына үлкен тастың артына жат. Басыңды көтерме»,
деп бақырып жіберді Тарик, Ләйләні дәу қаратастың қалқасына қарай итеріп жіберіп. Дәл сол секундта тікұшаққа орнатылған 6 ұңғылы әрі калибрлі пулеметтен миниган оқ жаудырылды. Выр-ыр-ыр-ыр. Пулеметтің оқтары жердегі тастарды бөлшектеп, шаң мен топырақты аспанға ұшырды. Оқтар Тарик тығылған тасты үгітіп жатты. Егер ол бұлай отыра берсе, оқтар тасты тесіп өтіп, екеуін де кеуекке айналдыратыны анық еді. Тарикке тез арада шешім қабылдау керек болды. Қашу мүмкін емес, тек шабуылға көшу керек. Тарик арқасындағы РПК-7 гранатометін суырып алды. Онда соңғы бір ғана реактивті граната қалған еді. Оған екінші мүмкіндік берілмейді. Пулеметші оқ-жатарын ауыстыру үшін атысты бірнеше секундқа тоқтатқан сәтте Тарик тастың артынан атып шықты. Прожектордың көз қаритын жарығы оның көзін шағылыстырды, бірақ ол ішкі инстинктке сүйеніп, гранатометті тікұшақтың раторына қарай бағыттады да шүртпені басты. Вуш! Ракета отты із қалдырып тікұшаққа қарай ұшты. Ұшқыш маневр жасауға тырысты, бірақ таудың тар шатқалында бұл мүмкін емес еді. Граната тікұшақтың құйрық жағына дәл тиді. Гүрс! Тікұшақ ауада отты шарға айналып, шыр көбелек айналған күйі қарсы беттегі жартасқа барып соғылды. Айналаны жарылыстың даусымен ұшқан темір бөлшектері басты. Түн қайтадан қараңғылыққа батты. Тарик ауыр дем алып Ләйләге келді. Ол қызды жерден көтеріп алды. Тұр, жаным. Енді ешкім аспаннан оқ жаудырмайды. Біраз қалды, деді ол. Соңғы қанды бөгет, қасқырлардың шабуылы. Олар тағы бір сағаттай жүріп, таудың төменгі бөктеріндегі қалың орманды алқапқа жетті. Тариктің жасырып кеткен пикап көлігі осы жерден бір шақырымдай жерде болатын. Бірақ олардың жолын Залмайдың төменгі базадан келген 5 қарулы жалдамалысы кесіп қалды. Олар тікұшақтың жарылысын көріп, осы бағытқа қарай жүгіріп келген еді. Жалдамалылар оларды байқап қалып, от аша бастады. Оқтар ағаштардың діңгегін тесіп, бұтақтарды сындырып жатты. Тарик бір автоматын көтеріп, жауап қайтармақ болды, бірақ автоматынан шырт еткен бос дауыс шықты. Оқ таусылған еді. Оның қолында тек 2 тапанша мен тактикалық пышақ қалды. Оның үстіне денесіндегі жарақаттар оның қозғалысын баяулатқан. Ләйлә, мына үлкен ағаштың тамырының астына кір. Мен қайтып келгенше шықпа, деді ол қарындасын қуысқа кіргізіп. Ол Ләйләнің қолына өзінің бір тапаншасын ұстатты. Егер мен келмей, басқа біреу жақындаса, не істеу керектігін білесің ғой. Ешкімге тірі берілме. Ләйлә тапаншаны қалтырап ұстап, көз жасын төге басын изеді. Тарик екінші тапаншасымен керамбит пышағын алып, қараңғы орманның ішіне сіңіп кетті. Бұл атыс емес, бұл жыртқыштың өз аумағындағы үнсіз аңшылығына айналды. Бірінші жалдамалы ағаштардың арасымен абайлап келе жатқанда, Тарик жоғарыдағы жуан бұтақтан оның үстіне мысықша секіріп түсті. Ол пышағын жаудың мойнына қадап, дыбыс шығармай еденге сұлатты. Екінші және үшінші жалдамалылар бір-біріне жақын келе жатыр екен. Тарик көлеңкеден атып шығып, тапаншасымен екеуінің де басына дәл тигізді. Алайда төртінші жалдамалы Тарикті байқап қалып, автоматтан кезекті от ашты. Бір оқ Тариктің оң аяғының балтырын тесіп өтті. Тарик етпетінен құлап түсті, бірақ ауруға берілмей, домалап барып ағаштың артына тығылды. Бесінші ең ірі жалдамалы таулық мачете, үлкен пышақ ұстап Тарик тығылған ағашқа жақындады. Сенің күнің бітті, жолбарыс. Сен көп қан жоғалттың, деп ырылдады жау. Тарик шынымен де әлсіреп қалған еді. Оның көз алды тұманданып, есінен тануға шақ қалды. Бірақ Ләйләнің өмірі оның мойнында. Бұл жауапкершілік оған адам сенгісіз күш берді. Ол орнынан атып тұрып, жаудың мачетемен жасаған соққысын қолындағы тапаншаның темірмен қайтарды. Тапанша екіге бөлініп кетті. Сол секундта Тарик алға ұмтылып, өзінің керамбитімен жаудың қабырғасының астынан ішке қарай бірнеше рет аяусыз соққы жасады. Жалдамалы аузынан қан бұрқ етіп жерге құлады. Тарик ауыр дем алып тізесіне тұрып қалды. Орман іші қайтадан тынышталды. Тек жапырақтардың сыбдыры ғана естіледі. Ол жаралы аяғын сүйретіп Ләйлә жасырынған ағашқа келді. Қызағасын көре салып, жылап құшақтай кетті. Құтқарушы таң, қанға боялған пикап. Олар сүйретіліп жүріп, ақыры камуфляж тормен жабылған ескі пикап көлігіне жетті.
Тарик көліктің есігін ашып Ләйләні ішке отырғызды. Оның өз қолдары қансыраудан дірілдеп, көліктің кілтін оталдырғышқа әрең салды. Мотор гүрілдеп іске қосылды. Ләйлә көліктің аптечкасынан бинт пен мақта алып, ағасының иығы мен аяғындағы қанды тоқтату үшін таңа бастады. Оның нәзік қолдары дірілдесе де, ол бар күшін салып ағасына көмектесті. «Шыдаңыз, ағатай. Біз құтылдық. Бәрі артта қалды», деп сыбырлады ол. Тарик газды басты. Ескі пикап шаңды тау жолымен Кабулдан әрі қарай Пәкістан шекарасындағы тыныш аудандардың біріне қарай бет алды. Олар таудан төмен түсіп келе жатқанда көкжиектен күннің алғашқы сәулелері көріне бастады. Бұл жай ғана таң емес еді. Бұл зұлымдыққа толы қараңғы түннің, өлім мен қатыгездіктің аяқталып, жаңа өмірдің басталуын білдіретін үміт шапағаты болатын. Тау шыңдары алтын түске боялып, аспан тазарды. Ләйлә ағасының иығына басын қойып, қауіпсіздік сезіміне бөленіп, қатты ұйқыға кетті. Тарик терезеден түскен таңғы күн нұрына қарап, қанша уақыттан бері алғаш рет іштей тыныштық тапқанын сезінді. Ол берген сертін орындады. Қарындасын тозақтан алып шықты. Жаңа өмірдің басталуы ай орағы мен кітап. 6 айдан кейін Ауғанстанның солтүстігіндегі соғыс пен қылмыстық картелдерден алыс, Мазари-Шарифке жақын тыныш бір шағын қалашық. Бұл жерде бейбіт өмірдің ырғағы сезіледі. Адамдар базарда сауда жасап, балалар көшеде асыр салып ойнап жүр. Орталық көшедегі шағын ағаш ұстасының шеберханасында Тарик жұмыс істеп жатыр. Оның бұлшықетті қолдары енді қару емес, ағаш жоңғыш пен балға ұстаған. Ол әдемі, өрнектелген ағаш үстел жасау үстінде.